Сәлем достар, қыздың бәріміздің арасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Үміт. Менің бүгінгі видеом қалай видеокеден оптимизация жасаймыз және де қалай творческий студиядан обложка жасаймыз, яғни қалай видеоға фото қоямыз деген видео болады. Сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші, қалай оптимизация жасау керектігін сіздерге көрсететін боламын. Ол үшін Play Marketке кіріп, видео скачать етіп аласыздар. Кіргеннен кейін төменгі бөлігінде оптимизация деген жер бар. Неге? Енді осы оптимизация деген жерді басамыз. Оптимизировать my видео дегеннің ішінде сіздердің бүткіл контенттеріңіз тұрады. Сіздер өздеріңіздің бір видеоларыңызды таңдап, оған оптимизация жасайсыздар. Мысалы, менің оптимизация жасалмай қалған видеом ол прихожканы бірге жинаймыз деген. Мінекей, мына видео. Енді қазір осы видеоны тыңдап аламыз. Тыңдап болғаннан кейін бізде өзіңіз көріп тұрғандай үшінші тұрған чек-лист деген жер бар. Мінекей. Осы чек-листті басамыз. Және де бірінші бөлімінде ол длинный заголовка. Оны сіздер толтырсаңыздар да болады, толтырмасаңыздар да болады. Ол яғни видеоның тақырыбы. Осы жерге мен қазір ерекше влог деп қосайын. Және де жаңағыдай хэштег арқылы влогер деген сияқты ағылшынша сөздерді қосатын боламын. Сіздер өздеріңіз тақырыптың қасына, видеоларыңыздың тақырыптың қасына осындай хэштег арқылы сөздерді қоссаңыздар болады. Және осы жерде менде 158. Енді осы жоғарысында бізде сохранить деген көк жер бар. Осы сохранить деген жерді басатын боламыз. Бұл сөздер бізде сохранить етілді. Видео было изменено. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай птичка жанды. Ал енді келесі ол бізде длинное описание. Негізі сіздерге айтып кетейін, бұның ең тиімді жолы, яғни описание жазудың ең тиімді тәсілі ол сіздер видео жүктер алдында описание жазып кетсеңіздер болады. Ал екінші жолы ол да тоже қарапайым, яғни оптимизация жасар алдында мен секілді осылай жазып алсаңыздар болады. Мен мысалы қазір сәлем достар, бүгін мен перхошканы жинаймын, менімен бірге болыңыздар деген сияқты сөздер жаздым. Менімен бірге болыңыздар. Яғни бұл жерге хэштегтің қажеті жоқ. Және де өзіңіз білетіндей төбесіндегі сохранить деген жер бар. Осы жерді тағыда басамыз. Және ең астын ашқан кезде ссылки в описании және де хэштеги в описании. Бірінші ссылки в описанияны толтырамыз. Яғни негізі сіздер ссылки в описанияға кірген кезде астыңғы бөлігіне өздеріңіздің ютубтағы бір видеоларыңыздың сілтемелерін қоясыздар. Мысалы мен осы бір сілтемемді қойдым ютубтағы. Мінекей. Және де астынан төменгі бөліктерге кішкене түсіп, дәл осы жерге өздеріңіздің сілтемелеріңізді қалдырасыздар. Одан кейін сохранить етіп, болғаннан кейін осындай жасыл птичка жанады. Яғни бұл орындалды деген сөз. Енді хэштеги в описанияға астына түсіп, хэштег қою арқылы өздеріңіздің сөздеріңізді жазасыздар. Яғни сіздің видеоларыңызға қатысты сөздерді жазасыздар. Менің видеом влог ретінде болды, себебі сондықтан да мен влог деп жаздым. Және де келесі перхошканы жинаймыз деген сияқты осындай бір сөздерді жаздым. Себебі бұның біреуі менің видеома қатысты. Сіздерде тамақ пісіру болса, ойын ойнау болса, үй жинау болса, бұлар өте оңай және де әрі көп хэштег болады деген ойдамын. Үй жинаймын, қызықты ойын, ас мәзірі деген сияқты осындай яғни хэштегтерді қойсаңыздар болады. Мен осындай хэштегтер қойдым. Енді келесі сохранитті басамыз осы жерден. Яғни достар өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде бірінші ссылки в описании ол тоже орындалды. Мінекей. Енді келесі хэштеги в описании тоже орындалды. Енді бірінші бөлімге өтсек, яғни редактировать бөліміне өтеміз. Бұл жерде ең маңызды бөлігі не? Яғни бұл жерде ең маңызды бөлігі ол ключевые слова.
Біз қазір введите ключевые словаға жазамыз. Мысалы, сіздің видеоларыңызға қатысты. Типа бір хэштег секілді. Мен влогер, яғни күнделікті қолданатын сөзімді сол жерге өзіме сохранить етіп алдым. И одан кейін тағы да осылай қостым. Және де достар, мына жерге тағы да басқа өзіңіздің бір влог деп жазсаңыздар болады, челлендж болса, челлендж деп жазсаңыздар болады. Сондай бір сөздерді жазсаңыздар болады. Өздеріңіз көргендей, мен влог перехожканы жинаймын, влогер деген сияқты сондай бір челлендж деген сияқты сөздерді қостым. Себебі бұлардың оценкалары өте жоғары. Осындай сандар тұрады, 57, 61 деген сияқты, соларына қарап, ең жоғары 61 деген ұпайларды алсаңыздар өте жақсы болушы еді. Енді мен қазір қызықтаймыз деп көрейін, бірақ мен таңдамаймын, бірақ қызықтаймыз деген қазақшасын таңдап көрейік. Бұл бірақ 36 оценка жинады, өте жақсы. Тағы да достар, не деп қоюға болады, например. Перехожканы жинаймыз деген болды. Челлендж бірге деген негізі шықпайды. Сондықтан да мен бұны алған жоқпын. Бірақ так, менімен бірге деп жазып көрейін. Мінекей достар, мен дәл осы жерге менімен бірге деп жаздым. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Одан кейін енді іздеуді басамыз. 52 екен. Енді вибрацияны басамыз. Негізі достар, жеткілікті. Енді описанияның үстін бір басамыз. Басқаннан кейін ең астына өтеміз. Астында осындай бір сөздер болады, плюспен тұрған. Осы плюспен тұрған сөздердің барлығын басып шығамыз. Family челлендж қызықтаймыз, менімен бірге кездесу деген сияқты. Мінекей сіздерге көрсетіп кетейін. Осындай бір сөздердің барлығын плюсті басу арқылы осы жерге сохранить етіп аласыздар. Келесі соңында сохранитті басасыздар. Менің оценкам 40-та 50, 40 бұл өте норм. Негізі ең төмен балы 28 болу керек. 50-де 50 ол өте жоғары. Енді достар, творческий студияға кіреміз әуелі. Және де достар, осы жерде контент бөлімін басамыз. Өздеріңізге керекті бір видеоны таңдап аласыздар. Мысалы, мен осы жерде менің сүйікті 8 атым қандай деген видеоны таңдап алдым. Және де осындай төбесінде изменить деген тұрады. Осыны басамыз. Тағы да осыны басамыз. Одан кейін свой значокты басып, өздеріңіздің бір суреттеріңізді таңдайсыздар. Мен осы бір өзімнің суретімді таңдадым дайын тұрған. Енді жоғары жағында окты басамыз. Келесі осы жерде жоғарысы тағы да сохранить дегенді басамыз. Мінекей достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, сіздердің фотоларыңыз видеоларыңызға қойылды. Мінекей.